Сәлем достар! Лукавика каналына қош келдіңіздер. Сәлем, қалайсыңдар? Кешкі біздің үйдегі вайб осындай. Ал сіздер достар білетін бе? Свежий салатты қысқа сақтауға болады екен. Банкілерге салып. Бүгін бізде мама свежий салат қысқа жасап қойып жатыр. Қыста жейміз деп. Келіңдер шай ішеміз. Мен мысалға білмейді екенмін. Осындай қысқа свежий салатты сақтауға болатын. Егер де білмейтіндеріңіз болса, мінекей осындай қып қысқа сақтап қоюға болады екен. Бұл жерде бізде мама жаңа огурцы, помидор, сосын барып жуаны дөңгелектеп турады. Одан кейін барып укроп қосты. Болды. Болгарский перец қосты, светофор. Тұр әдемі болып тұр. Тарелка деген мән бермейміз. Енді банкіге салғаннан кейін барып осылай асты бөлініп қалады. Осында банкіні бір-бірдеп ыстық суға жуып алдық жаңа. Кәдімгі банкі басқандай басып тастаймыз қазір. Қазір сіздің қайнатамыз, достар. Мына жақта Асланчик ойнап отыр. Біздің Асланчик өскенде сондай білімді болады ау деймін. Осындай сабақтарға, кітаптарға, дәптерлерге қызығып жүреді. Негізі ойнап отырған тұғын. Мына жақта бізде енді Асланчиктің ойыншықтары шашылып жатыр. Қайтадан жинаймыз. Шашып тастайды, қайтадан жинаймыз. Сондай. Ол да сотка бер дейді саған. Ручка ұстағансың ба? Таста, Асланчик, ручка таста. Барлығымыз кухняда жүрміз. Аслан бір өзі залға кетіп қалған ғой. Сол залға Аслан не істеп жатыр екен деп көрейін деп келгенмін ғой. Сөйтсем Аслан өзінің өзінің машинасымен ойнап жүр екен. Әңгіме айтып. Аслан мырза, не істеп жатсыз? Асланның маған қарауға уақыт жоқ. Өзі ойнап отыр. Отыр, Аслан, отыр. Ал енді салатымызға ораламыз. Свежий салаттарымызды банкілерге салып қойдық. Содан кейін үлкен ыдысымызға жартылай суды құйдық та газге қойып қойдық. Салаттың түрі әдемі болды. Крышкалармен бірге қайнатамыз. Достар, свежий салатты жауып тастайтын кезде міндетті түрде бір шай қасық құмшекер, бір шай қасық шемшек май құйып жүресіздер. Сол кезде ашымай, бүлінбей ұзақ сақталады. Мына жылауық бала. Аслан, мен всегда көтеріп жүр деп жылап тұр енді. Қазір енді Асланчикке ужин береміз. Аска. Каша жемізгі, я? Ана жаққа салаттарды қойып қойдық. Банкіге салып. Аслан, кек каша жеміз. Енді қазір біз баклажан салат жасаймыз. Баклажанды турап, суға салып қойдым. Қазір баклажанды қуырып алып, үстіне помидор, чеснок, сәбіз, болгарский перец, жуа, сосын зелень саламыз. Баклажан салаттың түрі осындай болдың кейін баклажан салатты да қуырып қойдық. Асланчик кашасын жеп алып, енді ойнап отыр. Дәрілермен ойнап отыр ойшы. Осы бір-екі күндікте Аслан жөтеліп ауырып қалған болатын. Сол кезде алған дәрілер ғой. Аслан. Каша болып отыр ғой.
нұржан десең қашып кетеді ғой жұма деп. Қазір енді бізде кешкі шай ішіп алып, содан кейін ұйықтаймыз. Достар, сіздерге видеоны лайк басып пікір қалдырыңыздар. Біздің арнамызға жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Сау болыңыздар.